Сәлем достар, сіздермен бірге Мәке Кубер арнасы. Достар, және де осы видеоның звугы өте төмен болып қалыпты. Осы видеоны мен сіздерге наушникпен көруге ұсыныс айтатын едім. Бүгінгі видеомызда мен сіздерге өзімнің осындай 3x3 кубик қалай тазалайтынымды үйрететін боламын. Бұны тазаламағаныма да көп уақыт болып қалды. Осыны сіздермен бірге тазалау, оны жақындырақ сіздерге үйрететін боламын. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Және де достар, сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Осы видеода әр секунд сайын болмаса да енді бұрыштардан әріптер шығып тұратын болады. Мысалы, мына бұрыштан шығуы мүмкін, мына бұрыштан шығуы мүмкін, сондай әріптер шығатын болады. Осы видеода бір сөз жасырдым. Кім сол сөзді тауып комментарияға ең алғашқы жазады, соны мен келесі видеода комментарийін видеоға қосатын боламын, және де оның атын лично айтатын боламын. Енді біз видеомызға кеттік. Жақыннан қарайтын болсақ, енді мен қазір оңай жолмен істейтін боламын. Енді тез істелетін. Шамамен бір 10 минутта біз осы кубигімізді тазалайтын боламыз. Негізі оны жақсылап тұрып, яғни енді іші қатты кірленіп кеткен болса, менікі қазір онша қатты кірленбеген, бірақ сонда да бар сәл-сәл. Қатты кірленіп кеткен болса, онда оны күрделі жолмен тазалау керек болады. Мен оны келесі бөлімдерде сіздерге көрсететін боламын. Ал ендеше біз енді оңай жолына келетін болсақ, онда бірінші бізге влажная салфетка және де отвертка керек болады. Отверткамен мен қазір мыналарды шашатын боламын. Мынау ортасы, осыны ашамыз, крышкасын. Міне, ішінде осындай болып тұрады. Көріп тұрғандарыңызда іші кірленіп кеткен. Бәрінің крышкасын ашып шығаймын. Міне, көріп тұрғандарыңыздай бәрінің крышкасын ашып шықтым мен. Осындай болды. Енді біз отверткамен ортасындағы болттарын соңына дейін, яғни осыны шығарып алғанша барлық болттарын ашып шығамыз. Достар, енді бұның ішінде пружинкасы болады. Осындай пружинкасын ішінде қалып кетсе, болмаса болтты шығарған кезде басқа жаққа ұшып кетуі мүмкін. Сондықтан абай болыңыздар, абай болу керек. Және де осыны алғаннан кейін мен бұлайынан ұстаймын. Мынаны көтерсем, міне. Оппаны. Көріп тұрсыздар, іші кірленіп кеткен. Міне. Кубиктің ішкі механизмі негізі осылайынан болады. Енді мен қазір мыналардың бәрін шығарып аламын, сөйтіп қалғандарын болттарды шығаратын боламын. Міне, шетке оқып қойық. Міне, ортасы достар. Ортаңғы бөлшегі, бұны мен шетке бір жерге қоямын, болтымен қосып. Бұны біз қазір жақсылап тұрып сүртетін боламыз. Енді мен болттарын бұрап шығарып алайын бәрін. Міне, енді біз кубигімізді бөліктерге бөліп, және де топтастырып қойдым мен. Бөлшектері, крышкалары, және де осы центрі, орталары. Сосын крестовинасы, яғни осының ішкі механизмі. Енді бірінші мен қазір влажный салфетканы алып, осыны сүртуге кірісеміз. Бірінші мен осы механизмнан бастап сүртемін.
бөлшегімді сүртіп болғаннан кейін мен оны бөлек бір шетке қойып қоямын. Енді мен мынандай кәдімгі бөлшектерді біртіндеп сүртіп бастаймын. Достар, енді мен қазір ең қиыны, яғни мынау крышкаларды, крышка дегенде енді ортасындағы орталықтарын сүрту ең қиын жері. Енді осы жерін қазір сүртетін боламын. Бірінші осылайдан болтын аламыз. Ішіндегі пружинкасын аламыз, міне. Және де ішіндегі мынау кірлерін қараңыздар. Сыртында жақсылап сүртеміз. Және де ішінде жақсылап сүртіп аламыз. Осы жерде мен қатты ыңғайсыз болып кетті. Және де былай салфетін қойып тұрып, отверткамен тазалайын дедім. Осылай оңайырақ болды өзіме де. Және де қараңыздар, не деген кірлер шықты. Және де өте оңай әрі уақытты экономдайсыздар. Біріншісін болды, біз бұны бірден жинап қоямыз. Міне, үстін табылын салып, өткені біз бөлек шетке қоямыз. Достар, енді мен бүкіл детальдарды сүртіп біттім. Достар, енді біз осымен бүкіл детальдарды сүртіп біттік. Міне бөлшектерін сүрттік, орталықтарын сүрттік, крышкасын сүрттік, және де мынадай механизмінде толықтай сүрттік. Енді біз бұны құрауға кірісеміз.
сәл шығарамыз. Қатты емес, соңына дейін емес, енді басқаларына қарағанда бос қыламыз, өйткені біз қазір осы жер арқылы бөлшектерді салып жинайтын боламыз. Және де крышкасын біз сәлден кейін кигіземіз. Бірінші біз сары түстің крышкасын сәлден кейін кигіземіз. Қалған түстердің крышкаларын қазір кигізіп ала берсек те болады. Себебі қазір бізде ешнәрсе болмайды. Ешнәрсе болмайды. Мен бүкіл түстің крышкаларын кигізіп алдым. Себебі түсті көрген кезде маған оңайырақ болады. Және де біркелкі құраған кезде де қиындық тудырмайды. Енді мен бірінші мына жердегі қабырғасын іздеймін. Мыналардың арасынан ақ қызыл. Міне ақ қызыл. Бұны мен төбесінен алып келемін. Былайынан мына аяқпен кигіземін. Және де бүйтіп астымен алып келіп кигіземін. Мінекей. Оранжевый және жасыл орнына саламыз. Енді бізде қазір ең соңғы, яғни екінші қабаты бітті. Енді бізде қазір ең соңғы, яғни үшінші қабатын құрайтын боламыз. Осы жерінде сары жасыл бұрыш. Міне, өз орнына салдым. Енді біз мынау екі бұрышын бірден қойып аламыз, себебі мынау қазір қимылдап кетеді, және де бұрыштарын салмасақ біз шашылып кетеді. Өйткені біз мынау оңай салу үшін мынаны босырақ қойдық әдейіге. Енді бізде қазір есептесек, сары, оранжевый, жасыл. Осы бұрышты іздейміз. Мінекей, бұрыш таптым. Енді сарысын төбеге қаратып, яғни өз орнына саламыз. Келесі бұрыш бұл емес, яғни сары, жасыл, қызыл. Бұл бұрыш, міне, осы сарысын төбеге қаратып өз орнына саламыз бұны да. Және де біз келесі екі бұрышын қойып аламыз. Яғни екі қабырғасын бұрышын деп болған шатасып кеттім. Сарысын төбеге қаратып қоямыз. Мінекей, және де қызыл, сары. Қызыл мен сары түс. Екеуін қойдық. Енді біз осы жерінде ең соңғы үш элементі қалды. Біз бұл жерінде бірінші екі бұрышын салып аламыз. Себебі мен қазір мынау несін ортасын саламын мысалға. Мінекей. Мына ортасын салып, кейін мына екеуін салып жатқан кезде майысып сынып кетуі мүмкін. Мынау, яғни үші майысып сынып кетуі мүмкін. Өте қауіпті былай айтқанда. Енді мен сондай қауіптің алдын алу үшін бірінші екі бұрышын салып аламын. Ол ортаңғы қабырғасы болмаған кезде екі бұрыш өте оңай салынады. Біреу.
екеу. Енді ең соңғы бұрышын саламын. Оңай салынды. Және де осымен біздің Рубик толықтай тазаланды. Стоп. Сіздер де көріп отқан шығарсыздар, қазір мен дәл осы жерінде сары болтты босатып, мен оны қайттан қыспадым. Осы жерінде мен кубик өте бос болып қалды. Есімнен шығып кеткен, қалай айтсам болады. Ондай болып тұрады. Енді достар, осымен біздің видеомыз соңына келіп қалды. Енді бүгін біз осындай кубикті шашып, ішін тазалап, жақсылап құрадық қайттан механикалық түрде. Өте таза болды іші. Бастапқы көрсеткіштеріне, яғни механикалық түрде іштерін көрсеңіздер болады. Видеоның басында да мен көрсеткен болатынмын, іші кірлеп кетті деп. Сонымен салыстырсаңыздар, әлі де қайда таза болып көрінеді. Видеоны артқа қайтарып салыстырып көрсеңіздер болады. Және де мен келесі видеода осының күрделі екінші этабы бар. Күрделі жолын үйрететін боламын. Сіздермен бірге болған Мәке көбір арнасы. Хош, сау болыңыздар.